Егер сіз жаңадан принтер сатып алған болсаңыз, оны ноутбугыңызға немесе компьютеріңізге орнату өте оңай. Ол үшін кез келген браузерді ашамыз. Принтеріңіздің моделін жазамыз. Мысалы, сізде HP LaserJet 428 деген принтер болсын. Қасына скачать драйвер деп жазамыз. Мынаған назар аударыңыз. Кез келген принтердің драйверін тек қана өзінің официальный сайтынан ғана алу керек. Бізде мысалы официальный сайты HP-тікі, яғни support HP, поддержка HP деген сайт. Егер сізде Epson болса, мына сайт Epson деген болу керек. Мына жақтарда драйверлер тұр басқа сайттан, бірақ оны скачать етіп алсаңыз, компьютеріңізге вирус кіріп кетуі әбден мүмкін. Осы жерден драйверін таңдаймыз. Загрузить деп басамыз. Өзі автоматом скачать ету керек. Міне драйверді скачать етіп алдық. Осыны запускать етеміз. Да деп басамыз. Продолжить дейміз. Мына жерде ештеңе керек емес. Далее деп басамыз. Лицензионный соглашениеге галочка қоямыз. Принять деп басамыз. Печать с подключением к интернету. Бұл керек емес. Аналитика принтер дейді, яғни сіздің данныйларыңызды, принтерлеріңізді жаңағы HP-дің официальный поддержкасына жібереді. Бұл да керек емес. Бұл да керек емес. Ары қарай осы драйвердің аяғына дейін установка жасалуын күтеміз.